сайрап жаны байға, қазақтың арыстандай батырлары анттасып серік болып Абылайға. Жолында азаттықтың жан қимаса, алаштың соры қалың бағы қайда. Өліпті ханның аты бір соғыста, қадалып тар қолтықтан зәрлі найза. Хан жығылып шайқалып тұр байрағы, дүние төбесінде шыр айналды. Қазақты мақсатына жеткіз алмай, арманда кеттім ау деп шын ойланды. Қапыда жаяу қалған Абылайды қоршауға бір топ қалмақ ыңғайланды. Шыдайды ер сынаққа, нар салмаққа, мұрша жоқ жан таласта жар салмаққа. Бетпе-бет келді ажалмен қаһарманған, қасқайып қан майданда қар салмаққа. Ер үшін өлімнен де намыс күшті, ызадан беттің түгі қарыс шықты. Тұрғанда хан тағдыры қыл үстінді, алдияр аттан деген дауыс шықты. Қараса жас Жәнібек қарап алған, қайтпаған қалың жаудан жалаулаған. Секіріп түсі қалып тартты ханға, көлденең көкдөненді танаулаған. Міндағы көкдөнеммен жөнел деді, жолыңа қарап отыр көбел деді. Сен жаяу қаласың ба деген ханға, маңдайға жазылғаның көріп деді. Хан айтты, мен жылыстап кете алмаймын, мақсатқа қашып ысып жете алмаймын. Жолдасын жауға тастап жан сақтаған, бұтаға бұққан бейбақ атанбаймын. Жәнібек отты көзін сырға тұнған, қадап деді кезде ұрға тұнған. Хан керек халқымызға қазір сіздей, мен өлсем бір ұл туады бір қатыннан. Қазаққа жан жағынан қауіп төнді, алып шықтар кезеңнен халық денді. Кетпеймін деді Абылай, соғысамын өзіңмен қатар тұра қалып тегі. Жәнібек қонтайшыға қор қылғанша, тастаймын өзім сені шауып деді. Алдияр екеуміз бірдей өлсек жөн болмас, бассыз қалса қазағың есін жиып ел болмас. Елдің қамын жесеңіз, жер біздікі десеңіз, жөнелді бенді өлмей Жәнібектей жан жолдас. Қолтықтан қанды көтеріп көкдөненге мінгізді, жаутаңдаған дөненді тобылғы сатты қамшымен сауырынан бір тартып елге қарай жүргізді. Егесін жерге қаратпай, керіле тартқан садақтай, көсілте сілтеп тұяғын, көденің түбін тепкізбей, көлбе үшті көкдөнен жебеге жауған жеткізбей, көбесін ердің сөккізбей, өрле үшті көкдөнен аманатын алаштың, қағанатын қазақтың, анталаған дұшпанға бермей үшті көкдөнен. Елдігімен қазақтың, хандығының тағдырын қыл мойнымен көтеріп, өрле үшті көкдөнен. Қос өкпесі қысылып, қос танауы делдиіп, шыбындай жыны шырқырап, жанып шықты көкдөнен. Қара бұлтты құрсаған, жарып шықты көкдөнен. Қара таудай арбады, қара жердей салмағы, Абылайдай қаныңды бір ажалдан аман сал, алып шықты көкдөнен. Жәнібек енді жауға бұрылады, басына бір төбенің шығып алды. Жаяуды тапап өтіп шығам деген, өргеуде көк сүңгіге ұрылады. Жалғызға жан жағынан жабылғанда, жалт еткен қылышынан қырылады. Ақырса жолбарыстай ер Жәнібек, шошынып жаудың жүні жығылады. Бір қалмақ күрзіменен соққан кезде, қалқанмен тосып қарсы тұрып алды. Шап беріп айдарынан ұстай алып, атынан тымақтай қып жұлып алды. Анадай шаңға орнатып бұрт еткізіп, атына ата жаудың мініп алды. Тұлпар ат
кигеннен соң тақымына далада бөгет бар ма батыр ұлға ақырды айбаттанып ер Жәнібек қосылып көктің қуат қарқынына аруағы Жәнібектің асқан екен тарыдай торғауытты шашқан екен қоршауын қорқаулардың бұзып шығып ханының оң тізесін басқан екен бұлдағы өткен күннің бір дерегі біздерге бар ғой оның мың керегі ажалдың аузында тұрған кезде біреуге атын түсіп кім береді ажалдан абылайды алып шыққан керейдің көңілімен күдігінен ерлік пен ақ найзаға ту байлаған салмаған тақпырт үшін құрбай балам айналдым аруағынан аталардың алдымен өзімнен емес елді ойлаған жарықтық атам Жәнібек қай жарықтық атам Жәнібек халық үшін хан кешіп хан үшін жанын қиятын Жәнібекте ер қайда ер қадірін білетін абылайдай хан қайда жарықтық атам Жәнібек арғы бет пен бергі бет арасын ашып жол қылған өтімді болам жетің деп шетімде болам елдің деп бетімде болам жаудың деп жайлаймын еркін жан жағын атамыз Алтай таудың деп 12 абақ керейді қақы өрісін ажайып қондырған өркендетіп ел қылған азаттықтың ұранын ерліктің өшпес жыранын ұрпағына мәңгілік